Каналыма хош келдіңіз, құрметті тыңдарманым. Бүгін мен сізге аңызға бергісіз ақиқат, жан сауға деген әңгімені баяндап беретін боламын. Балықбай байдың түксиген қабағын қарс жауып, жауар бұлттай түнергеніне біраз болған. Өзі өңсіз беттің түгі шығып, одан ары сорланып кетіпті. Ол сол түйілген қалпымен жақындарын жиі жинап алып, кеңес құрып жүрді. Ерте басталған жиын кеш бітісіп жатады. Біз сияқты құлдар мен олардың қатын-қалаштарының ас дайындап, отпен кіріп күлмен шыққанынан өзгеде ісі жоқ. Таңмен жарыса тұрып, күні бойы тізе бүкпей қимылдағаннан қалжырап, есеңгіреп барып, жарым түнде қара тулақтың үстінен киімшең құлай кетесің. Киім деп ауыз толтырып айтып отырғаным, үстімдегі тозығы жеткен жалғыз көйлек пен байдың бәйбішесінің лақтырып тастаған ескі камзолы. Оның өзінің де қысы-жазы иығымнан түспегеніне 2-3 жыл болған. Жалғыз мен емес, Балықбайдың жалшыларының бәрінің де киімдері сондай өте жұпыны еді. Ішінде бір іліп алары жоқ. Жаз болса аяқ киім дегенді мүлде білмейміз. Тауға да тасқа да жалаң аяқ кете береміз. Үнемі жалаң аяқ жүре берсең, табаның да көңге ұқсап кете ме, жоқ әлде жанға батқан нәрсеге көңіл аударуға мұрша болмағандықтан ба, әйтеуір тікен кіріп тас тіліп жатса да мән бермейміз. Кейде іріңдеген табан асқынып кетсе, жамбасың тулаққа тиген кезде барып, өзінің бар екенін білдіріп, зар қақтырады. Сондайда даладан иман жапырақ әкеліп, таң атып орныңнан тұрғанша аяғыңды ораумен боласың. Көн тиіп ісіп кеткен табаның аяғыңды жерге тигізе бергеніңде біз сұғып алғандай шаншуы миыңа бірақ жетеді. Ал бәйбішенің айқайы шыққан кезде оның бәрі есіңнен шығып зыр жүгіресің. Әйтпесе сен үшін күн жоқ. Күн сайын ұйқыға кетпес бұрын, берік болым тірі болса, мына тартқан азаптың ауыртпалығын сезінбес едім-ау, деп өксіп аламын. Сондай түндердің бірінде оның бейнесімен күбірлесіп, сөйлесіп жатып, талықсып барып ұйықтап кеткен екенмін. Бір кезде ол анадай жерге келеді де маған қарап тұрып, сен менің ұлымды жақсылап бақ, дейді. Көзімді ашып алып жан-жағыма қарасам, ешкім жоқ. Қараңғы түн. Тек қана ұйқыдағылардың пысылдаған мұрындарының дыбысы естіледі. Айналамды сипаймын. Қолым қу тулақтың пұшпағына тигенде ұйқым шайдай ашылып кетеді. Төбеге қарасам, сау тамтығы жоқ қараша үйдің тесіктерінен аспан әлеміндегі жұлдыздардың бәрі түгел көрінгендей. Кеудемді көтеріп отырып едім, жүрегім айнып, басым айналған тәрізді. Ауырып қалған екенмін ғой. Төсек тартып жатып қалсам, байдың қатыгез бәйбішесі далаға лақтырып тастайды-ау деген ой жүрегімді зырқ еткізді. Қайта қисайдым орныма. Сөйтіп жатып Берікболдың өлімін еске алдым. Байдың жылқылары жейтін жердің шөбін қоримын деп жүріп, Берікболмен бірге тағы 2 малай сойылда мерт болып еді. Қосылғанымызға 1 ай болмай, желек астында жесір қалған мен байғұс қана, ана екеуінің соңында 2-2-ден бала қалды. Ол да медеу емес пе елдеріне, артында тұқымдары қалғаны. Содан бері жылжып 4 ай өтіпті. Сорлап қалған жетім жесір біз болмасақ, байдың есебі түгел. Ол үшін сұрауы жоқ, кедейдің өлімі тышқанның өлімімен бірдей. Құдай-ау деймін, титтей мен жоқшылықтан көз жасымды құрғатпадың. Тойып тамақ ішіп, ұйқым қанып, демалмақ түгілі, қара судың мұңсыз ішкен күнім болмады. Не еркін ойнап балалықтың қызығын көрмедім. Енді мынау қосылғанымызға ай толмай жатып, жесір күң атанғаным. Мен бейбақ соншалықты не жазып едім саған?
түні бойы жылаған соң ба, әйтеуір ертесіне басым зіл тартып, денемді зорға көтеріп жүрдім. Бір күні жер ошақта от жағып отыр едім. Ханымгүл деген егде тартып қалған жылқышының әйелі нан пісіріп жатып, менің есінегенімді көзі шалып қалса керек. Жамал, осы сен екіқабат емессің бе? дегені. Қойшы жеңеше, қайдан болсын, дедім жұлып алғандай. Жоқ, шын айтамын, екіқабат сияқтысың. Мен әнеу күнгі көрген түсімді еске алдым. Бірте-бірте белім жуандап, аяғым ауырлай берді. Мені аяп жұмысымды жеңілдетіп жатқан ешкім жоқ. Баяғы сол азабы мол, ауыр тірлік. Бай да көшіп қонудан бір тынбайды. Оның қыруар малы келіп қонған жердің шөбін лезде жеп бітіп, тақырға айналдырады. Жайлау сары жұрт болмай жатып бір күні төмен көшеміз деген байдың бұйрығы бәрімізді аяғымыздан тік тұрғызды. Буынып-түйініп ықшамдала бастадық. Ханымгүлдің болжамы бойынша келесі туар ай менікі. Берік болымнан тұяқ қалса екен деген әлсіз үміт маған іштей қуат беріп тұрғандай болады. Малды өзі бас болып күні бұрын айдатқан бай, пәлен жерге жете қоныңдар, деп кете барды. Біз жылжи екі түнеп айтылған жерге де жеттік. Жаңа жұртқа 3 түнеген соң байдың дүние мүлкі ықшамдалып, неше бөлек тең болып қайта буыла бастады. Күздеуге келіп қонғалы бері езулерін қажаған ауыздықтарымен арпалысқан аттарын, ақ көбік терге шомылдырған салт аттылар да келуін жиілетіп кетті. Байдың 2 баласы болса, күн сайын аттарын ауыстырады. Соған қарап бір дүрбелеңнің тақалып қалғанын сезгенімізбен, әртүрлі қауесеттен басқа дәл шындықты біз тектілердің ешқайсы да білген жоқ. Бір күні дайын тұрыңдар, бүгін ел ұйқыға кеткенше көшеміз деген бұйрық жоғарыдан дүңк ете қалды. Қайда көшеді екенбіз, деп жалшы әйелдер бірінен бірі сұрап жатқанда, Ханымгүл аузын оң қолымен қалқалай сыбырлап, анау алыста көрінген бұлыңғыр таулардың арғы бетіне өтетін көрінеміз. Біздің кәкендерге соны бетке ала жылқыны айдаңдар деген көрінеді ғой, деді. Ертесіне бәрі артынып-тартынып жүруге дайын болды. Бір кезде қара бәйбіше қамшысын 2 бүктеп, ұстаған қолымен бүйірін таянып ары бір, бері бір жүрді де, түгі шыққан бетін бізге бұрды. Ол қанталаған көздерін оқша қадай, өмірі шыр бітпейтін сойдиған иегімен мені нұсқап, ана шерменде қалсын осы жұртта. Оның шуын сүйретіп жүретін жағдай жоқ қазір, деді тіксіне. Төбемнен біреу суық су құйып жібергендей жүрегім мұздап сала берді. Сасқанымнан не істерімді білмей қара жерге жалп етіп отыра кеттім. Басқа қорлық пен азаптың неше түрін көрсек те, бұндай бұйрықты жалшылардың ешқайсысы күтпеп еді. Өзім тектес әйелдерге жәутеңдеп алма-кезек қараймын. Олардың әрі таңдаған, әрі мені мүсіркей қараған көздерінен өзге ешкімнен ара түскен үн шықпады. Ол байқұстардың әрқайсысы қорыққанынан өз жансауғасын ойлаған болуы керек. Мініңдер көліктеріне, баста көшті, деген ызғарлы дауыс шәңқ еткенде бәрі ұйқыдан жаңа оянғандай салбыраған бастарын көтеріп бәйбішеге қарады. Қамшы үйіріп шыға келген бәйбіше бағыт алған жаққа қарай көшті қозғалтуға, бәрін бірдей мәжбүр етті. Алды жылжып, менен алыстай бастаған көштің соңынан ілесе жүрдім. Біраз жер жүрген соң көздерім жасқа толып, өңешіме тығылған өксіктен дыбысымды шығара алмаған күйі. Шынымен ақ мына күйде панасыз жалғыз басымды жұртқа тастап кеткендерің бе, деген мұң-зарымды еріксіз жайылған қолдарымды алдыға соза білдіргеннен басқаға әлім келмей қала бердім.
Балықбайдың үй ішіндегілерден өзгелері маған аяушылықпен қарай ұзай берді. Ханымгүлдің сорлай, ең болмаса талшық етер бірдеме де қалдырмады-ау саған деген жыламсыраған даусы құлағымда үздік қайталанып жатты. Жас жуған көздерім талғанша көштің артынан ілесіп бақтым. Ай жарығанда көз ұшындағы қара ноқаттар бірінен соң бірі тұңғиыққа сіңіп жоқ болып кеткенде барып айналама қарадым. Мені айналшықтап қасымда қалған екі ит жұртқа бірге келді. Өзге қыбыр еткен жан жоқ. Балықбайдың жұрты тып-тықыр. Дәл өзіндей болып сазарып жатыр. Екі ит жұртты тіміскілеп айналып шықты да қарсы алдыма келіп шоқиып отырып ұлуға кірісті. Дауыстарының жаман-ай. Жаным шошып көз жасымды дереу тыйдым. Кет деп ұрсып едім. Екі ит соны күтіп тұрғандай көш кеткен жаққа қарай лып берді. Енді өзім жалғыз қалдым. Қасқыр келіп қалса қайттім деген қорқыныш үрей бүкіл денемді билей бастады. Ұлыған иттердің даусы барған сайын алыстай берді. Не істерімді білмегеннен жерге қайта отырдым. Бір сәт жан-жағыма қараудан қорқып басымды тіке жоғары көтеріп аспанға қарадым. Аппақ ай нұрын төгіп тұр. Жап-жазық даланы көмкерген ашық аспанның жұлдыздары жымың қағады. Бәрі бірдей маған мейіріммен қарап тұрғандай. Жұлдыздармен сөйлесіп көп отырдым. Адамнан таппаған жылылықты мен енді табиғаттан іздей бастағанмын. Сол сәтте бойымдағы балам бүйірімнен бір теппесі бар ма? Бұл далада мен жалғыз емес екенмін ғой, деп күбірледім өзіме өзім. Бала тепкен бүйірімді бір сипап қойып, айға қарап. Одан кейін жақын маңнан шыққан шегірткелердің шырылдаған дыбысы мен түн күзеткен құстардың алыстан үзіліп естіліп жатқан дауыстары да кәдімгідей дәтке қуат, жанға медеу болды. Үнемі дара қонып жүретін байдың жұртының өзге елден соншалықты алыс екені есіме түссе болды, үрей билеген бойым мұздап қоя береді. Әртүрлі ойлардың ауылын шарлап, өзімді өзім алдаусыратқанмен болмады. Шаршау мен қалжырау меңзей берді. Тесіктері аспандағы жұлдыздардың санындай, тозығы жеткен жалшылардың қараша үйіндегі менің жамбасыма тиетін көн тулақтың үстіне жатып ұйықтаған күндерім де қолдан ұшырып алған бақытым еді. Даланы түгел орап алған түннің салқыны да бойымды тоңазытып барады. Сарыла күткен ұзақ таңда аттау бір кезде орнымнан тұрдым. Есіл дертім бір елді мекенге жету. Көз жетер жерде еш нәрсе байқалмайды. Қарнымды ашты. Жұрттың орнына қарадым. Талшық етер бірдеме қалмады ма деп. Сараңбайдың жұртында түкте қалмапты. Қалай қарай жүрерімді де білмеймін. Даладан жусан исан қиды. Анда-санда түбірлердің арасынан пыр етіп торғайлар ұшып шығады. Бір рет алдымнан көсе көлденең зу етіп қара шұбар жыландап өтті. Оған селк етіп кідірдім де, ұзап кеткен соң жүрісімді қайта жалғастыра бердім. Аяғыма қадалған шөңгелерді де өзі түсіп қалғанша еңкейіп алуға мұрша болмай, жан ұшыра ілгерілей бердім. Аяғымның ауырып сыздағанына да қарамай, түс ауғанша тоқтамадым. Өзімше жүрісімді жылдамдатпақ боламын. Әйтеуір үрей мен үміт мені алдына салып қуып келеді. Таңертеңгі қарнымның ашқаны шөлге ауысқалы қашан. Тілім аузыма сыймайды. Бір кезде салбыраған басымды жоғары көтеріп алдыма қарасам, көз ұшында жарқырап өзен ағып жатыр. Шіркін, жетіп алып суға бір тойсам деп ұмтыла түсемін. Ол да оңайлықпен жеткізер емес. Ішімнің бұрап ауырғаны барған сайын жиі қайталанды. Жата кеткім келеді.
Бірақ орнымнан қайтып тұра алмасымды біліп барынша тырысып жүріп келемін. Көрінген өзенге жетіп жығылайын деп ұмтыла бір кезде әлім кетіп құладым. Қанша жатқанымды білмеймін. Көзімді ашсам күн бесіннен ауып барады екен. Ауа да қоңыр салқын тартып қалыпты. Қолдарыммен жер таянып тұруға ыңғайлана беріп едім, анадай жерде жатқан қазанның сынығына көзім түсті. Көтеріп қарасам, бір шыныдай су сияды екен. Екі қолым бос келе жатқан соң, су алып ішсем де қажет болар деген оймен ала кеттім ілгері. Екінді болды. Одан күн батып қараңғы қоюлана бастады. Ешқандай елді мекеннен өлі белгі жоқ. Бағанағы мені қызықтыра ағып жатқан өзен де ғайып болған. Жалай-жалай кебірсіген еріндерім тыртысып шытынайды. Денем зіл батпан. Сыздаған аяқтарымды көтеріп басудың өзі мұң. Мен ілбіп келемін. Аяғым жусанның түбіріне сүрініп кеткен сайын жалп етіп құлаймын. Жығылған жерімнен тұрмай жата бергім келеді. Бірақ еркімнен тыс алға итеріп келе жатқан күштің бұйрығымен бұралып, зорға дегенде орнымнан тұрамын. Сүйретіліп келе жатып туған айды көргенде кәдімгідей қуандым. Қазіргі тіршілікте маған жылы қарап, жарығын беріп тұрған жалғыз жанашыр екенсің ай, деп күбірлеп мұңымды шағып келе жатқанымда талған аяқтарым өзінен өзі бүгіле кеткені. Бұл жолы орнымнан тұруға әлім келмеді. Отырған жеріме еріксіз қисая кеттім. Бүкіл денем жанды қоярға жер тапқызбай сырқырайды. Айдалада қалып итпен құсқа жем болды деген осы ғой, деп ойладым. Есім бір жинала қалғанда, о жаратқан, мынау жарық дүниеге келіп үлгермеген сәбиім үшін бойыма қуат бере көр. Кіндіктің астынан басталған іш ауру түгел белімді жайлап, маған деген дүниені тарылтып барады. Тыныс іздеп ары-бері дөңбекшимін. Денем бой-бой болып сөгілуге әзер тұрғандай. Іш ауру саябырлай бастаса, деп демімді кеңірек алып, дереу орнымнан тұруға ұмтыламын. Ұмтылғанмен тұрып кетуге әл жоқ. Сөйтіп жатқанда іштің ауырғаны қайта күшейді. Өзге амалым болмаған соң, бар күшімді жиып орнымнан ырғалып тұрып алып, басымдағы бірінің үстіне бірін тартқан екі жыртық орамалдың біреуін алып, кіндіктің төменгі тұсынан тартып байладым. Ессіз далада босанып, баламнан айырылып қалар ма екенмін деген суық ойдан қорыққаным, қалжырағаныма қаратпай қайта ілгері бастырды. Өлсем итқұсқа жем етпей, бетімді топырақпен жасырып кететіндей бір жанға кезіксем-ау, ең болмаса балам тірі қалса, деп те қоямын. Асығып жанталаса алға ұмтылғаныммен, ілгері басқан аяғым кері кетіп, жүрісім де өндір емес. Сонда да демім біткенше тоқтамай ілгерлеуге бекіндім. Жүріп келемін. Сырттан қарағанға жүріп емес, ілбіп келе жатқан шығармын. Бір кезде ол ілбіген кібіртіктегенге де одан еңбектегенге ауысты. Оның арты отырып алып, екі қолмен жер тірей, құйрықпен жылжығанға жалғасып кетті. Оған да шамам келмей қалған соң, дөңбекшіп жатып, жусандарды ұстап ышқына ілгері сырғимын. Бар мақсатым әйтеуір алдыға жылжу. Соңғы күшім сарқылғанша ілгерілеу. Тынышталған сәттерімде сылдырап аққан бұлақтың дауысы үзіліп-үзіліп естіледі. Еріндерімді жалап-жалап қоямын. Бір тамшы су мына кебірсіген еріндеріме тимей-ақ, осы иен далада шейіт болғаным ба шынымен-ақ, деген көмескі ойлар қайта-қайта басыма оралып, аяқталмай жатты. Бір кезде менің отырған жерім өзінен өзі ілгері жылжи бастады. Онымен бірге мен де көшіп барамын. Жақсы болды-ау, жаратқанның маған болысқаны ғой бұл,
деп риза болып отырғанымда суы мөп-мөлдір үлкен өзен пайда болды алдымда. Қуанып кетіп, қолымды мала бергенімде ілгері жылжып алыстай бергені. Көзімді ашып алсам, таң бұлаң беріп келеді екен. Толғағым саябырлап, есім жиылыңқыраған сәттерде шешемнің босанғанын көз алдыма келтірдім. Қараша үйдің желбауына асынып, гөй-гөйлеп тізерлеген шешем отыр. Көрші кемпір екі тізесін шешемнің беліне тіреп, оның ішін тартып қояды. Бір кезде ол үйде отырған балалардың бәрін сыртқа шығарды да, қолымызға келсап беріп, оңынан бер дегенді қайталатып, келсаппен үйді айнала жерді түйгіштеп шығыңдар, сонда шешелерің оңай босанады, деді. Біз оның айтқанын жасап үйдің бірнеше айналып шыққанымызда шар еткен баланың даусы шықты. Келсапты тастай салып есікке тұра жүгірдік. Ал қазір мен асынатын желбау да, қараша үйде бос арман. Шипалы қолды кемпірі де жоқ. Толғақ қысқан сәттерде жан қиналысынан мезі болған көңіліңді келсаппен жер түйгіштеп өзгеге аударатын да ешкім жоқ. Бұл жерде толғақпен арпалысқан жалғыз өзім мен дала ғана. Менің иелігіме жеке тиген ен дала. Көкірегімді қарс айыра шыққан зарлы үнімді тіл қатпай үнсіз тыңдап жатқан тылсым дала. О дала, талайды басыңнан кешірсең де, сырыңды шет шығармай үнсіз шыдап келесің. Сен талай сыннан өттің, бірақ төзіміңнің шегін әлі ешкім көрген жоқ. Жан күйзелісім шекті бір шамаға дейін ғана жасыруға мүмкіндігім бар пенденің бірімін. Қазір міне тығыны ашылып кетіп, бәрі ернеуінен асып төгіліп жатыр сенің алдыңда. Бар тағдырын өзіңе тапсырып, жаны қиналып, азап шеккен қызың отыр төсіңде. Аяғы ауыр, панасыз жетіміңе қаталдығыңды көрсете көрме далам. О жасаған, жарық дүниеге талпынған мына бойымдағы кінәсіз сәбиге, панасыз жесір маған жар бола көр. Иен даладағы ағарып атқан екінші таңым. Жақсылығыңды ала кел біз сияқты бейшараларға, деген зарымды дауыстап айтып, қолымды тіреп, кеудемді көтере жан жағыма қарадым. Анадай жерде ағып жатқан су жылтырайды. Ептеп орнымнан тұрдым. Ішім төмен қарай түсіп барады. Ілгері аттадым. Екі шатымның арасында бір нәрсе тіреліп қалғандай жылжи алар емеспін. Сөйтіп бұлаққа мұңая қарап тұрғанымда жылымшы нәрсе екі балақты бойлай зулап ағып жүре берді. Оның не екенін көруге менің дәтім жоқ. Көңілімді үрей билеп, өзімнен өзім қорқып тұрмын. Денем дірілдеп, көзімнің алдын тұман басты. Тізелерім бүгіліп бара жатқанын сезген соң, екі жаққа кеткен аяқтарымды жинауға шамам келмеген күйі жүрелеп барып қолдарыммен жер тіредім. Сол кезде белімді көтертпей, тұла бойымды жерге тартып тұрған нәрсе біреу қолмен тартып алғандай екі аяқтың арасымен төмен қарай лықсып кетті. Артынша баланың іңгәлаған даусы келді құлағыма. Дауыс үстімді басқан зілді сырып тастап, мүлгіп тұрған мені ұйқыдан сілкіп оятты. Барлық мұң біткен шетінен ыдырап барып, тұңғиыққа сіңіп жоғалып жатты да, мен рахатқа баттым. Дүниеде өмірге адам әкелгеннен өзге бақыт бар ма екен, деп сұрадым өзімнен өзім. Іңгәлаған дауысты естіген сайын, жүрегімнің лүпілі жиілеп, бойым шымырлап, жаңа күш бітіп, жаныма жан, қаныма қан қосылып жатты. Етегімде жатқан қызыл шақа балаға қарап, мейірімімді төгіп ұйып отырмын. Сәлден соң оның кіндігін кесу керек екені есіме түсті. Сол кезде көзімді үлкейте ашып айналама қарадым. Бала мен өзімнен өзге тірі пенденің
жоқ екенін ойыма оралған соң, кіндікті қалай және немен кесерімді білмей қатты састым. Тәуекел деп белімдегі орамалдың шетінен жыртып алдым да баланың кіндігін ішінен тақап байладым. Содан кейін қазанның сынығының өткірлеу жерімен тұспалдап кестім де топырақ сеуіп қойдым. Орамалдың қалған бөлігімен баланың өзін орадым. Ол алдымда жылап жатыр. Шығысқа қарасам, жаңа шығып келе жатқан күн арайлана нұрын сеуіп тұр екен. Отырған жерімнің айналасында үй орнындай жердің шөптері түгел жұлынып, топырағының бетінде 4 саусақтың тырнаған іздері қалыпты. Енді бұлаққа қарай жылжыдым. Жақындап қалғанда 2 аяғымның арасынан тағы бірдеңе шұбатылып жерге түсті. Тағы да балама деп қарасам, жоқ, баланың жолдасы екен. Суға ұмтылдым. Жалақ болып тілініп кеткен еріндерім икемге келмей біраз қинады. Су мұздай екен. Мен де тояр емеспін. Есімді жиып біраз отырдым. Жатқым келіп барады. Амал жоқ отырмын. Сумен бетімді жудым. Мынау быт-шыт болған денем қайнақ су ішсем біраз ширар ме екен деген ой маған қазанның сынығымен шұқып жерошақ қаздырды. Бір қолыммен баланы бауырыма қысып ұстаған күйі қазанмен су іліп алып ошақтың үстіне қойдым да қурай жинап, орамалдың ұшындағы шақпақ тасты шешіп алып астына от жақтым. Сөйтіп отырғанда су қайнаған кезде жақыннан дабырлаған адам даусы естілгендей болды. Басымды көтеріп дыбыс шыққан жаққа қарасам, 2 атты кісі келе жатыр екен. Адамдарды көргенде бір жағынан қуансам, екінші жағынан баламды тартып әкетеме қалай деп бойымды үрей билей бастады. Екеуінің біреуі ақсақалды қарт екен. Екеуінің астында да тең киген қоржындары бар, киімдері де жақсы. Олар жақындаған сайын бір жағынан өзімнің әлем тапырақ үстіме қарап ұялып та барамын. Тозығы жетіп, күнге күйіп күлбіреген көйлегімнің толғақ қысып дөңбекшіп жүргенімде сау тамтығы қалмағанын өзімде жаңа байқадым. Былғанған аяқтарымды жасы үлкен ер адамдардың көзінен тасалауға да лыпа жоқ. Не істерімді білмей, сасқанымнан баланы ораған жыртық орамалды қайта шешіп алып, кісілер келе жатқан жағыма қалқалай ұстадым. Олар жақын келіп, екінші жағыма өткенде, мен де орамалды сол тұсқа жылжытып отырдым. Үлкен кісі, қарағым-ау, мына айдалада не істеп отырған жансың? Деп сұрақ қойып алды да, мән-жайды өзі танып, қалай жалғыз келдің бұл жерге? Деп қайта сұрады. Мен барлық жағдайды баяндап бердім. Байқап отырмын, ол кісінің қасындағы жастау жігітке қоржын шештіріп әкелді де, ішінен уыс-уыс бөрік мейіз, бұрама нандар мен қант алып берді де, қарағым, сен осы жерден кетіп қалмай отыра тұр. Біз ауылға барып екеуіңе киім мен ата келейік. Мына қалыптарыңда алып барғанымыз ыңғайсыздау болар, деп кетіп қалды. Мың бір рахметімді айтып, орнымнан қозғала алмаған күйі көз жасыма ие бола алмай егіліп мен отырмын. 3 тәулік бойы нәр татпай, қара судың өзін байлық санап отырған мен, мына жолаушылардың осыншалықты сыйлап кеткеніне әлі сенер-сенбесімді білмей, алдымдағы тағамдарды жеуге қорқып қарап отырмын. Наннан титтей үзіп аузыма салып, тамсанып көрсем, шіркіннің дәмай, тіліңді үйреді. Иісі қандай сүйкімді. Мен бұндай нанды өңім тұрмақ түсімде көрген емеспін оған дейін. Аппақ ұлпа нанды алақаныма салып отырып, ары-бері саусағыммен сипадым. Сөйтіп отырғанда алақандарымның сау жері қалмай тілінгенін көрдім. Тіпті соқамен жыртқандай.
бұл бағана суға салғанда неге ашымады деп ойлаймын. Тәрізі мен өзімнің тірі жан екенімді де сезінуден қалғанмын ғой. Әртүрлі ойлардың жетегіне еріп отырғанда күн де батуға жақындады. Алысқа көз тігіп кісілер кеткен жаққа қарап қоямын. Бір кезде үш қара көрінді. Үрей билеген көңілім аздап басылайын деді. Кісілер келе жатқан жақтан көз алмай отырмын. Жетектеулі аты бар екі әйел қасыма келіп амандаса аттарынан түсті. Мен болсам әке-шешем келгендей қуаныштан не істерімді білмей састым. Олардың біреуі қоржынынан шәугім шығарып алып су әкелді де менің ошағымның үстіне қойып астына от жақты. Екіншісі қоржыннан әйелдің киімдерін шығарып маған беріп жатып, жуынып алған соң киерсің деді. Ол баланы орайтын шүберектерді бір бөлек қойды. Осы болып жатқан нәрселер менің өңім бе, әлде түсім бе деп әлі сене алмай, көзімді бір ашып, бір жұмып қараймын. Мені киіндіріп болған соң, белімді мықтап буындырды да жетекте келген атқа отырғызды. Ал баланы біреу ұстады. Екіншісі менің атымды жетегіне алды. Жүріп келеміз. Мен былқ-сылқ етіп денемді, босаған буындарымды ер үстінде зорға ұстап отырмын. Қос қолдап ердің қасына жабыстым да бүк түстім. Екі алақан мен 10 саусақ солқылдап шаншығанда тұп-тура біз сұғып жатқандай. Ойпыр-ай, кететін жан болсаң тезірек шықшы. Қанша уақыттан кейін қайта тірілгенімді білмеймін. Өмірімде бірінші рет көрпенің үстінде жатқанымды сездім. Тақыр тулақтың үстіне киімшең домалай кетіп үйренген маған ол мамық төсекпен тең еді. 3 күн өтіп, есімді жиған соң, менің жанымды алып қалған ақсақалды кісінің бәйбішесі келіп, «Қарағым, 25 жылдан бері біздің үй сәби даусын естімеп еді. Баламның келіншегі мынау Зүбайраның да түскеніне 7 жыл болды. Бірақ әлі пұшпағы қанамай жүр. Сені өзімнің мына келінімнен кем көрмеспін. Балаң осылардың тұңғышы болып есептелсін, ақ жолтай болсын. Сенің де көрген азаптарың естен шығатындай қуанышты күйге жеткін. Ертең елді жинап, балаға ат қойғалы жатырмыз деді. Мен ризашылығымды көз жасыммен білдірдім. Ертесіне шілдехана тойын жасап, азан айтып балаға нұр болсын деген есім берілді. Шынында да нұр болсын ақ жолтай болып, келесі жылы Зүбайра ұл туды. Одан кейін арасы 1 жасардан тағы 2 ұл өмірге келді. Нұр болсыным ержете бастаған сайын, менің де қайғы қасіретім азая берді. Нұр болсын кішкентайынан домбыраға әуес болып, 8 жасынан бастап жиын тойда ән айтып, күй шертетін әдемі қоңыр даусы да талай жұртты сүйсіндіріп жүрді. Елінің даңқын шығарар атақты өнер адамы болды. Иә, Жамалды өлтіргісі келмеген Құдай ақ пейілді жандарға осылай кезіктіріп еді. Бұл өмір ақ пен қараның айқасынан тұрады ғой. Сол ақ пен қараның айқасты жарысында тұсалып жүрмесін деп, сәбидің тұсауын ақ қара жіппен кесетініміз осыдан.